Баршаңызға қайырлы күн, достар. Егер сіз отбасыңызды ерекше аспен қуантқыңыз келсе, үй жағдайында осындай стейкті жасап көруді ұсынамын. Ендеше еті жұмсақ, дәмі сочный болып шығатын осы стейкті менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен сұйық майымызға осындай үккіштен өткізілген сарымсағымызды салып, бірге жақсылап араластырып аламыз. Мен стейкке кеткен ингредиенттердің барлығын төмендегі описание бөлігіне қалдырамын. Және бір қызанақты да үккіштен өткізіп қоямыз. Енді етімізді жақсылап тұздап аламыз. Екі шетінің барлығына әдемілеп, жан-жағына жеткізе отырып, осылай тұздап шығамыз. Содан соң үстіне қара бұрышын сеуіп аламыз. Келесі кезекте бізге паприка қажет болады. Осылай ұнтақталған паприканы жан-жағына жеткізе отырып сеуіп шығамыз. Ендігі кезекте жаңағы дайындап алған сарымсақ пен майымызды жағып шығамыз және оның үстіңгі бетіне үккіштен өткізілген қызанақты жағамыз. Осымен біздің стейктің маринады дайын болды. Пищевой пленкамен бетін орап, тоңазытқышқа кемі 4-5 сағатқа қалдырамыз. Бірінші бізге стейкті қуырып алуға осындай гриль табақ қажет болады. Тоңазытқышта тұрған осы стейкті алып, екі шетін қызартып қуырып аламыз. Еттің үстіне осылай май құйып жібереміз кішкене. Біздің газымыздың оты орташа отта тұр. Осылай қызарғаннан кейін екі жағына аударамыз. Қатты қызарып қуырылғаннан кейін осындай табаға салып, пешке пісіріп аламыз. Біздің пешіміздің градусы 180-150 градуста 35-40 минуттай пісіп шығады. Видеода көрсетуді ұмытып кетіппін. Пешке салмас бұрын осылай стейктің бетіне розмарин деген шөптің 1-2 талын қойып жібереміз. Сол кезде стейктің дәмі кіріп, өте әдемі, дәмді болып шығады. Осымен біздің стейкіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, тура ресторандағыдай. Жасап үйлеріңізді қуантыңыздар. Менің жолдасыма өте қатты ұнады.